Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Слабый герой дорамасының соңғы серияларын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Соны немен аяқталады екенін білу үшін видеомызды соңына дейін қарап, каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. 7-ші серия. Шиин жедел жәрдем көлігінде есін жияды. Йони полицияға болған жағдайдың барлығын айтқалы жатқанда, Шиин оны тоқтатып, полицияға "Маған ешкім тиіскен жоқ, мен жалғыз болдым" дейді. Және Йониға Сухоға ештеңе айтпау керегін айтады. Сосын ол бомсоққа қоңырау шалып, барлығын тоқтатып, Сухоға тиіспеуін өтінеді. Бірақ бомсоқ оған ештеңе деп жауап бермейді. Шиинға ауруханаға әкесі келіп не болғанын сұрайды. Шиин болса бала кезінде онда ешкімнің шаруасы болмағандығын есіне алып, әкесіне "Мен жай ғана баспалдақтан құладым. Қашаннан бері сен мені ойлайтын болғансың" дейді. Әкесі болса түсінбей қалады. Бомсоқ бөлмесіндегі шкафтың ішіне тығылып отырғанда, әкесінің көмекшісі келіп оны тауып алады. Олар болған жағдайдың барлығын біліп қойған екен. Көмекшісі бомсоққа Шииннің "Бомсоқ менің досым" деп ештеңені айтпағандығын айтады. Сухо мектепте Шиин мен бомсоқтың жоқ екендігін байқайды да Шиинға қоңырау шалады. Шиин оған "Үйде бір жағдай болды, бірер уақыт мектепке бармаймын" деп хабарлама жолдайды. Сухо өткендегі мотоциклмен болған жағдай бомсоқтың істегені екенін бөліп жүрген екен. Ол бомсоқтың қазіргі достарына келіп, мотоциклдің жөндеу жұмысының ақшасын төлеңдер дейді. Кейін ол балалар мектептің төбесіне барып бомсоққа хабарласады. Олардың Шиин өткен түні өліп қалған жоқ па екен. Йонбин оны тым қатты ұрды деп айтып жатқандарын Сухо естіп қалады. Ол оларды ұрып, бар шындықты біліп алады. Сосын Йониға келіп, Шииннің бүгін ауруханадан шыққанын біледі де Шииннің үйіне келеді. Бірақ Шиинға болған жағдайды біліп қалғандығын айтпайды. Тек жай ғана оның қал жағдайын сұрайды да кетіп қалады. Бомсоққа әкесі келіп "Сен неге тыныш жүрмейсің? Мені ұятқа қалдырма деп айтып едім ғой. Енді шетелге барып оқисың" дейді. Негізі бомсоқтың өзін осылай ұстағаны әкесінің кінәсі. Әкесінен ала алмаған үшін осылай басқалардан алмақшы болған секілді. Содан кейін бомсоқ үйінен ашуланып шығып кетеді. Тіпті әкесінің көмекшісіне де бағынбайды. Сухо Йонбинға келіп, "Маған бомсоқты алып кел" дейді. Сол кезде Сухоға бомсоқтың өзі қоңырау шалады. Сухо оған тығыла бермей "Менің алдыма кел" дейді. Бомсоқ болса содан кейін әлгі Уйон деген балаға қоңырау шалып, Сухоның шаруасын бітір, мен ақшасын төлеймін дейді. Ол Сухоны Уйонның жаттығатын залына шақырған екен. Йони Шиинға Сухоның барлығын біліп қойғанын айтады. Сол кезде Шиин бірдеңе сезгендей болады. Сухо жаттығу залына кіргенде, онда бомсоқпен бірге оның достары да болады. Ол бомсоққа барып, басқа адамдарға тиіспеуін керек еді. Олардың түкке кінәсі жоқ қой деп ренжіткені үшін кешірім сұрайды. Және бомсоққа Шиин мен Йонидан кешірім сұра дейді. Бомсоқ болса кешірім сұрағым келмейді деп айтады. Осы кезде бомсоқ кешірім сұрай қойғанда барлығы басқаша болар ма еді. Солай Сухо ашуланып бомсоқты бір ұрады. Сол кезде Уйон Сухоны жекпе-жекке шақырады. Сухо оған келісіп, екеуі бір-бірімен жұдырықтаса кетеді. Сухо оны жеңіп тастап, тағы бір ұрайын деп жатқан кезде тұрған балалардың біреуі оның аяғынан шалып қалады. Сол кезде Уйон тұрып оны аяғымен бір тебеді. Сухо болса соққының қаттылығынан жерге құлап қалады. Бомсоқ осы жағдайды пайдаланып, оны одан сайын тепкілей жөнеледі. Оған басқалары да қосыла кетеді. Бір кезде бомсоқтың әкесінің көмекшісі келіп қалады. Бір бала Ан Сухоның демалмай жатқанын байқайды. Оны көріп барлығы қашпақшы болады. Әлгі адам Йонбиннің екі досына
соңына мен барлығын өзім реттеймін, әзірге осында бола тұрыңдар дейді. Сол кезде Бомсок енді өзіне келгендей болып Сухоны көріп жыларман болады. Кейін көмекшілері Бомсокты сол жерден алып кетеді. Шиин мен Йони болса Сухоны барлық жерден іздеп жүреді. Сол жерінен 7-ші серия аяқталады. Соңғы 8-ші серия. Сухо, Шиин, Бомсоктың бұрынғы дос болып жүрген кездерін көрсетеді. Үшеуі сыныпта әңгімелесіп отырады. Шіркін, осы кездері жақсы еді. Сосын алдыңғы сериядағы Сухоның жерде ес-түссіз жатқан жерін көрсетеді. Бомсоктың әкесінің көмекшісі әлгі үшеуіне детектив келгенде Сухо жаттығып жатып, өзінен өзі есінен танып қалды деп айтасыңдар дейді. Шиин Сухоға қоңырау шалғанда, көмекші адам оған Сухоның атынан жаттығудамын, кейін хабарласамын деп хабарлама жолдайды. Солай Сухоны жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетеді. Шиин мектепте келіп емтихан тапсырып отырады. Сухоны ойлап ештеңеге зауқы болмай, сұрақтарға дұрыс жауап бермеген екен. Кейін телефонын алғанда Йонидің қоңырау шалғанын көреді. Солай ол Йониға хабарласып, Сухоның ауруханада екенін, оның барлығын Бомсоктың істегендігін біледі. Яғни Бомсоктың әкесі аурухананың барлық ақшасын төлеуді өз мойнына алған екен. Сосын Шиин Сухоға ауруханаға келеді. Сухо ес-түссіз, яғни комада жатады. Шиин оны көріп көз жасын тыя алмайды. Осы кезде Шиинмен бірге қосылып жыламау мүмкін емес. Йони Сухоның жанында қалып, Шиин болса Йонбиннің мектебіне келіп оны ұрып тастап, Йонның қайда екенін сұрап, Сухоны ұрған сол ма деп сұрайды. Йонбин оған ол жерде болмағандығын, тек достары жіберген видеоны ғана көргенін айтады. Шиин видеода Сухоны Бомсоктың тепкілеп жатқанын көреді. Бомсок болса әкесімен көлікте кетіп бара жатқанда, алдарынан Йони шығып оған ашуланып айғайлай бастайды. Сол кезде Бомсок оған барлығына сен кінәлісің, сен болмай тұрып біз күшті дос едік дейді. Кейін Шиин Йонға келіп оған шабуылдай жөнеледі. Солай екеуі төбелесіп, Шиин жеңіліп жатса да қоймай, оның аяғынан гантельмен бір ұрып жеңіп тастайды. Кейін мектепке Бомсок пен әкесі қоштасуға келеді. Сол кезде Шиин келіп сыныпқа кіріп келеді де Йонбиннің екі досын ұрып тастайды. Одан кейін Бомсокқа барып, мен саған тоқтат деп айттым ғой. Біз дос болып едік қой деп, одан неге олай жасадың деп сұрайды. Бомсок болса өзі де білмейтінін айтады. Соған қарағанда психикалық жағынан дұрыс емес болып тұр ғой. Сөйтіп Шииннің оны ұруға дәті бармайды. Сосын ол Сухоға ауруханаға барып ұйықтап қалады да түсінде онымен сөйлескендей болады. Басында үшеуінің достығына қарап, кім ойлаған соны осылай болар деп өмір ғой. Біраз уақыттан кейін Бомсоктың шетелге оқуға кеткені, Йонидің барлығына өзін кінәлі екенін санап кетіп қалғаны белгілі болады. Бомсоктың әкесі болса Шиинді ештеңені айтып қоймауы үшін колонияға жібермей басқа мектепке ауысуын талап еткен екен. Бірақ Сеулдағы ешқандай мектепке оны қабылдатпапты. Тек Инжан деген бір мектеп қана оны қабылдаған екен. Ол мектепке қарасан ылғи сотқар балалар оқитын секілді. Шиин сыныпқа келіп отырғанда оған бір оқушы келіп тиісе бастайды да, енді сен біздің құлымызсың дейді. Шиин болса қаламын алып ол балаға тесірейіп қарап отырады. Сол кезде 8-ші, яғни 1-ші сезонның соңғы сериясы бітеді. Биыл осы дораманың 2-ші сезоны шыққалы жатыр екен. Ары қарай не болады екен, қызық болайын деп тұр. Тағы да басқа шолуларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қойыңыздар.